Қайырлы күн достар, сіздермен мөлдір. Бүгін сіздерге трайфлдардың рецептісімен бөлісетін боламын. Трайфлдың бисквиттерін арнайы пісірген жоқпын. Тек алдында торттар пісірген кезде торттарды біркелкі размерде болу үшін жан-жағын кесіп аламыз. Сол кезде жандарынан қалған қоржындардың қалдықтарын осылай ұнтақтап майдалап алдым. Оны блендердің көмегімен немесе оқтаудың көмегімен ұнтақтасаңыздар болады. Бұл жерде менде қызыл мақпал торты, выпипай торты және медовый торттың қоржындарының ұнтақтары. Арасына құйылған кремнің құрамы творожный сыр, сливки және қант ұнтағы. Осылай дайындалған трайфл маған, отбасыма, жолдасыма өте қатты ұнады, өте нәзік, дәмді болып шығады. Десерт ретінде де қонаққа ұсынсаңыздар да болады. Өздеріңіз жесеңіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеом ұнап жатса, лайктарыңызды басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Сіздердің әрбір қолдауларыңыз менің каналымның ары қарай дамуына өте маңызды. Сіздермен болған мөлдір. Барлықтарыңызға рахмет.